Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге бірінші-екінші сабақ су табиғат құбылысы, су тіршілік көзі тақырыбын бастаймыз. Өз пікіріңмен бөліс дейді. Судың су туралы. Адам денесінде 63% су бар. Су болмаса тірі ағза өледі. Су санитарлық және шаруашылық тұрмысқа да керек. Тазалық денсаулық кепілі дейміз. Су болмаса тазалық та болмайды. Сол себепті судың маңызы өте зор. Сол үшін суды үнемдеп қолдануымыз керек деп алуымызға болады. Келесі үшінші тапсырмада суретке мұқият қарап не байқағаныңызды айту керексіз. Мен, зат есім, сын есім, сан есім сөздерінің орнына жүретін сөздерді есімдік деп атайды. Яғни бұның барлығы бізде есімдіктер деп жауап беруіміз керек. Есімдік деген нақты атын атап түсін түстемейді, оның орнына қолданылады. Мен, сен ол жүктеу есімдігі, біз, сіз, олар да бұл жерде жүктеу есімдігі болып тұр. Келесі, мына есімдіктерді жасау жолына қарай бөлу керек. Мен, біз, сол, қандай, дара, әрқашан, әлде біреу, қайсы біреу, кейбір бұл күрделі. Неге? Себебі екі түрлі мағыналы түбірден құралып тұр деп жауап бересіздер. Мысалы, әрқашан дегенде түбірі әр мағынасы бар, қашанның да мағынасы бар. Келесі, бесінші тапсырмада жүктеу есімдігінің септелу үлгісімен танысып, қысқаша ереже құрастыру керек. Оған былай деп мысал келтіруге болады. Белгілі бір заттық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жүктеу есімдігі деп аталады. Жүктеу есімдігі үш жақта қолданылады. Олар мен, сен, сіз. Келесі алтыншы тапсырмада диаграмманы пайдаланып мәтінді оқу керек. Диаграмманы қолданып, мына мәтінді оқып көресіздер. Бұл өте оңай тапсырма. Міне жетінші тапсырмада сіздерге тест берілген, оның дұрыс жауаптары жанында тұр. Қайта қалпына келетін 100,5 км кубтық құрайтын су қоры, бұл өз еліміздің су қоры. Шекаралас мемлекеттерден келетін су қоры 44 км куб. Елімізге су қорын көп мөлшерде беретін шетел, бұл Ресей. 8-ші тапсырмада мына кестеге мәтін құрап жазу керек. Су қорының көздерінің саны осы жерде құралған. Осы бойынша мәтін құрап жазуға әбден болады. 9-шы тапсырмада монологты оқып, мәтіннің қай стильде жазылғанын анықтау керек. Тілдік ерекшелігін көрсетіп, сен жүктеу есімдігінің септелуін парталасымен талда дейді. Бұл көркем әдебиет стилі. Атау септігінде сен, әлек септігінде сенің, барыс септігінде саған, табыс септігінде сені, жат септігінде сенде. 10-шы тапсырмада суретке қарап, жүктеу есімдігін қолданып сөйлем құрау керек. Ол су ішкісі келді. Бірінші иттің несіне қарап, олар сусыз өмір сүре алмайды. Біз теңіз жағасына келдік. Бұл жерде олар, біз жүктеу есімдігінің орнына, яғни жүктеу есімдігі болып қолданылып тұр. Сіздерде дәл осындай болмаса да, осыған ұқсас етіп сөйлемді өздеріңіз құрап алсаңыздар болады. 11-ші тапсырмада сөйлемдегі есімдіктердің қай сөз табымен байланысып тұрғанын анықтау керек. Кестені үлгі бойынша толтыру керек. Мұнда есімдіктер ол, сол және кіммен. Бұл есімдіктерді көруімізге болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.